Бүгінгі презентацияда Стивен Крашеннің табиғи тәсіл теориясы негізінде тілді меңгерту кезеңдері туралы сөз етіледі. Кез келген адам өзге тілді меңгеру барысында кішкентай сәби секілді тілді меңгеру кезеңдерін өткізеді. Бала сәби кезінде дыбыстарды қабылдап уілдей бастайды, кейін қысқа буынды жеке сөздерді айта бастайды, өсе келе сөйлем құрап сөйлей бастайды. Бұл табиғи тәсіл. Кез келген оқушы басқа тілді меңгеру барысында өз ана тілінің тәжірибесіне сүйенеді. Тіпті ересек болса да, ол өзге тілді үйрену барысында алдымен жекелеген сөздерді айта бастайды, біраз уақыттан соң сөйлем құрай бастайды, бірақ бірден сауатты сөйлеп кетпейді. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, екінші тілді игеруде оқушының тілдік деңгейі орта деңгейге жету үшін 2 жылдай уақыт кетеді екен. Осы жайт оқушының тез уақыт аралығында грамматикалық тұрғыдан сауатты сөйлеп кетпейтінін білдіреді. Сол себепті мұғалім оқушылардан тез арада жақсы нәтиже талап етпей, оны сыныптастарымен бірдей дәрежеде бағаламау қажет. Оқушыға тіл үйрету процесін ата-ананың кішкентай баласына асқан мейіріммен тіл үйрету процесімен салыстыруға болады. Себебі ата-ана баланың әр айтқан сөзіне қуанып, үнемі қолдау көрсетіп отырады, қате айтса да ұрыспай түзетіп отырады. Ал мұғалім ретінде оқушыға тіл меңгерту үшін ең алдымен оның қызығушылығын оята білу керек. Ол үшін сабақта әртүрлі қызықты тапсырмалар, ойындар қолданып, тілді үйренудің қиындығы жоқ екенін оған жеткізе білу керек. Оқушы өз ойын жеткізе алмай қиналып тұрған кезде, немесе қазақ тілінде мүлдем сөйлей алмай қойған кезде әрине сабырлық таныту қажет. Қате сөйлесе де, сөйлей алмай уақыт алса да, оны аяғына дейін тыңдап, өз ойын жеткізуге мүмкіндік беру керек. Сол кезде оқушы өзіне сенімді бола бастайды. Әдетте сыныпта деңгей әртүрлі оқушылар отырады. Сондықтан дайындаған тапсырма оқушылардың тілдік деңгейіне сай келе бермейді. Себебі дифференциацияны үнемі қолданып отыру қажет. Тілді меңгеру барысында кез келген оқушы қолдауды, өзінің жетістігіне сенімді болуды қажет етеді. Сол себепті оқушының әр жасаған қадамын қолдап мақтап отырған дұрыс. Қазақ тілі сабағындағы басты міндетіміз тіл үйрету болғандықтан сабақты қазақ тілінде жүргізу қажет. Мұндай сыныпта мұғалім тілін барынша қарапайым, нақты, түсінікті етіп сөйлей білу керек. Ең бірінші кезең үнсіздік кезеңі. Қазақ тілінде мүлдем сөйлей алмайтын, түсінбейтін оқушы алғашында үнсіздік кезеңін бастан кешіреді. Ол кезде тіл үйренушінің табиғатына тән құбылыс. Үнсіздік кезеңі ең көп дегенде 2 айға созылуы мүмкін. Бұл кезеңде оқушы түсінгенін жай ғана ым-ишарамен көрсете алады. Қысқа, нақты айтылған сөздерді түсінеді. Оқушының сөздік қоры 500 сөз көлемінде болуы мүмкін, алайда оқушы жай ғана түсінеді, үйренген сөздерін қолдана алмайды. Мұндай оқушылармен тілдескен кезде мұғалім қысқа, анық және қарапайым жылдамдықпен сөйлеу керек. Сабақ барысында тілдік деңгей аралас оқушылар отырғандықтан дифференциацияны қолдану талап етіледі. Бұл оқушылардың сәл ғана жасаған жетістігін мұғалім жақсы бағалап, үнемі мақтау айтып қолдау отыру керек. Сол кезде оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығы оянады. Ал оқушылармен жеке жұмыс жүргізген кезде қажетті лексикалық минимумға назар аудару қажет. Яғни ауыз-екі сөйлеуге қажетті сөздер, сөз тіркестері, кез келген сөзді қойып қолданылатын дайын тіркестер беріледі. Ескеретін жайт, грамматикалық тақырыптарды, күрделі ұғымдарды бермеген жөн. Бұл баланың сөйлеуіне кедергі жасайды. Грамматикалық дұрыс сөйлей алмаймын деген қорқыныш туғызады. Екінші кезең бастапқы кезең. Бастапқы кезеңде оқушы ым-ишарамен, жекелеген сөздермен жауап береді. Мысалы, я, жоқ сөздерін қолданады. Сөздерді тізімдеу, тақырыптарға сай іріктеу тапсырмаларын орындай алады. Олардың пассивтік сөздік қоры 1000 сөз шамасында болуы мүмкін, алайда оның 100 шақтысын қолданады. Яғни сөздердің қолдану аясы шектелген. Мұндай оқушылармен тілдескен кезде мұғалім анық, қарапайым жылдамдықта қысқа тіркестермен, жай сөйлемдермен сөйлесу қажет. Қажет болған жағдайда ым-ишараны қолдануға болады. Сабақ барысында және бағалау кезінде тілдік деңгей аралас оқушыларға дифференциацияны қолдану, тілдік деңгей төмен оқушыларға мүмкіндігін ескеру талап етіледі. Бұл оқушылардың аз ғана жасаған жетістігін мұғалім жақсы бағалап, үнемі мақтау айтып қолдау отыру қажет. Қосымша жұмыс жүргізу барысында
жиі қолданатындағы сөздерді, сөз тіркестерін, дайын тіркестерді ұсына алады. Лексикалық минимумдары оқу жоспарындағы тақырыптармен байланыста болған дұрыс. Сонымен қатар оқушыға ұсынылған материалдар оның тілдік деңгейіне бейімделуі керек. Белгілі бір мәтінге тапсырма құрастыру барысында жабық сұрақ формасын дайындаған жөн. Оқушыға үй тапсырмасын берген кезде көп алмайтын, орындай алатын бір ғана тапсырма беруге болады. Үшінші кезең – ол сөйлеу бастау кезеңі. Бұл уақытта оқушылар сөйлеу барысында қателіктер жібереді, алайда ойын жеткізе алады, диалогке қатыса алады, сұрақтарға жауап береді, сұрақ қоя алады, ашық жабық сұрақтарға жауап береді. Грамматикалық сауат сөйлеудің алғашқы белгілері пайда бола бастайды. Оқушының сөздік қоры 2000-5000 сөз болуы мүмкін, алайда оның 250-500 сөз аралығындағы сөздерді қолдана алады. Ұсыныс: сабақ барысында және бағалау кезінде тілдік деңгей аралас оқушыларға дифференциацияны қолдану. Тілдік деңгейі төмен оқушылардың мүмкіндігін ескеру талап етіледі. Бұл оқушылардың жетістігін мұғалім жақсы бағалап, үнемі мақтау айтып қолдап отыру керек. Оқушылармен жеке жұмыс жүргізгенде тақырыпқа сай материалдар тыңдалым, оқылым таңдалған дұрыс. Практикалық тапсырмалар арқылы қарапайым грамматикалық формалар, жалғауларды, шылауларды беруге болады. Төртінші кезең – орта деңгей кезең. Бұл кезде оқушылар сұрақтар мен тапсырмаларды өздігінен түсіне алады. Ана тілінде сөйлеушілермен ұзақ әңгімелесе алады, аутентті материалдар түсіне бастайды, мәтіндер құрастырылады. Ұсыныс: сабақ барысында және бағалау кезінде тілдік деңгейі аралас оқушылармен дифференциацияны қолдану. Тілдік деңгейі төмен оқушының мүмкіндігін ескеру талап етіледі. Бұл оқушылардың жетістігін мұғалім жақсы бағалап, үнемі мақтау айтып қолдап отыру керек. Сонымен қатар бұл кезеңде оқушылардың академиялық тілін қалыптастыра бастаған дұрыс және сөздік қорын молайту жұмыстары жүргізіле береді. Мұғалім әртүрлі тақырыптарға байланысты мәтіндер, шығармалардан үзінділер ұсына алады. Оқушылармен әртүрлі сөздіктермен жұмыс жүргізе отырып, олардың өз бетімен оқуға, медиа құралдарды қолдана білуге үйреткен жөн. Сонымен қатар, қазақ тіл және әдебиет пәндерінен үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру туралы ұсыныстар. Яғни бұл қазақ тілінен сөйлеуде, қазақ тілі пәнін түсінуде қиындық көріп жүрген оқушыларға бірнеше ұсыныстар. Біріншіден, қазақ тілі пәні бойынша оқушының үлгерімі төмен болуының себебін анықтау. Бұл жағдайды анықтау үшін оқушының өзімен әңгіме жүргізіп, сауалнама, тілдік деңгейін анықтайтын тапсырмалар беруге болады. Әсіресе жазылым, айтылым тапсырмалардың түрлері бойынша. Екіншіден, оқушының тілдік деңгейі бағдарлама бойынша үлгермеу себептері анықталған соң, қазақ тілі пәні бойынша оқушымен жеке жұмыс жоспарын құру. Жоспар құру барысында оқушының пікірі, қажеттіліктері, бағдарлама бойынша қиындық келтіріп жүрген мәселелер ескерілген дұрыс. Сонымен қатар, оқушымен жеке жұмыс жүргізуді бірнеше бағытта ұйымдастыруға болады. Біріншіден, сөздік қорын молайту. Тақырыптар бойынша лексикалық минимум құрастыру, сөздік жұмыс түрлерін беру. Екіншіден, сауаттылықты қалыптастыру. Оқушыға қажетті грамматикалық формалар, жалғау, шақ кестесі, практикалық жаттығулар жүргізу. Үшіншіден, тілдік дағдыларды дамыту. Тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым тапсырмаларын орындату. Төртіншіден, көркем шығармаларды оқыту. Оқушының тілдік деңгейіне сай қысқа әңгімелер, бейімделген шығармаларды оқыту, талқылау жұмыстарын жүргізу. Төртіншіден, ғылыми тілді қалыптастыру. Ғылыми стиль ерекшелігімен таныстыру, мәтіндер құрастыру, ғылыми жобаға қатыстыру шараларын ұйымдастыру. Әдеби шығармаларды талдау, әдеби эссе, аңыз бен анализ, интерпретация, салыстыру туралы қосымша жұмыстар жүргізу. Сонымен қатар, оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру мақсатында әртүрлі үйірмелер ұйымдастыруға болады. Мысалы, жас тілшілері, мәдениет зерттеушілері, мектеп театры. Қазақ тілін үлгерімі төмен оқушылардың зияткерлік ерекшелігін ескере отырып, сабақ барысында және жеке жұмыс жүргізу кезінде әртүрлі ресурстарды қолдануға болады. Мысалы, әншілік қабілеті бар балаға қазақ тілінде әндер арқылы үйрету. Сурет салғанды ұнататын оқушыға сюжетті суреттерді қолдану. Ал оқушының зияткерлік қабілеті, қызығушылықтар туралы білу үшін өзге пән мұғалімдері, сынып жетекшілері, психологпен кеңесуге болады. Сонымен қатар, ата-аналармен бірнеше жұмыстарын жүргізуге болады. Оқушының үлгерімі төмен болу себебін түсіндіру. Оларды жеке жұмыс жоспарымен таныстыру. Оқушыға үй жағдайында көмек көрсету жолдарын атай отырып, ата-аналарды көмекке шақыру. Яғни оқушыға көмек көрсету үшін қосымша ресурстар, кітап, журнал, сілтемелер, оларды қолдану жөнінде кеңес беруге болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.